Бишимбаевқа қатысты іс, былайша айтқанда, мемлекеттің өзінің тарапынан алғаш бір ұйымдастырылған, былайша айтқанда, ашық соттардың бірі ғой, былайша айтқанда. Негізі жалпы бізде жабық сот деген ұғым өте бір аз мағынада қолданылады. Жаңағыдай бір кәмелетке толмағандарға қатысты, әйел зорлау ісіне қатысты, сосын мемлекет құпияға қатысты. Қалғанның бәрі де ашық сот деп аталады негізінде. Мына жерде мәселе енді сол елдің алдында жаңағыдай онлайн режимде бақылап отыратындай мүмкіндік болу керек деп жатыр. Бұл Бишимбаев сотынан кейін былайша айтқанда қоғамның бұған деген сұранысы арта түсті. Сондықтан да бұл өте дұрыс талап деп есептеймін. Шын мәнінде де құқық қорғау органдары, сот органдары жасыратын ешқандай былайша айтқанда өздерінің бір құпиялары болмаса, бұл ашық өткізілуге әбден болады деп есептеймін өз басым. Бірақ бұны шешетін жаңағыдай сот органдары, жоғарғы соттың бұл құзырындағы мәселе. Мен өз басым елдің, қоғамның дәл осы талабын мен дұрыс деп есептеймін.